Армысыздар, сіздермен мен Кенжеғали Мерей. Назарларыңызға QR News ұсынған аптаның басты жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстанның көптеген ауыл аймағы су астында. Бейсенбі күні президент Қасым-Жомарт Тоқаев су басқан өңірді тікұшақпен аралап шықты. Бұған дейін президент баспасөз қызметшісі Берік Уәли Қасым-Жомарт Кемелұлының су басқан аймаққа баратынын хабарлаған болатын. Осылайша 4 сәуір күні мемлекет басшысы Батыс Қазақстан облысына іс-сапармен барды. Сапар барысында президент өңірдің су басқан аумақтарын тікұшақпен аралап көрді. Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтуынша 6 аудан мен Орал қаласын су басқан. Қарғын су 552 тұрғын үйге, 427 саяжай теліміне зиян келтірген. Су басқан аумақтардан 7 мыңға жуық тұрғын көшірілген. Жедел эвакуациялау пункттері құрылған. Енді осы біздің жаңағы мына бөгетіміз бар, Қалаверді 2 мостымыз бар. Осыған бір көмек қолғабысыңыз. Көпір мәселесі бойынша мен үкіметке міндетті түрде тапсырманы беремін. Тиісті қаражатты бөлеміз. Енді келешекте тек қана аманшылықпен кездесе берейік. Осыдан бір апта бұрын экс-министр Бишімбаевтың сот ісі басталған еді. Бұл Қазақстан тарихындағы алғашқы онлайн жоғарғы сот көрсетілімі десек те болады. Енді бұл іске байланысты қазіргі таңда не белгілі? Айыпталушы Қуандық Бишімбаев сот барысында түсінік берді. Оның айтуынша оқиға орталық концерт залынан басталған. Кейін Бишімбаев пен Нүкенова мейрамханаға, оның ішінде арнайы VIP кабинаға келген. Бишімбаев Нүкеноваға 1-2 мәрте шапалақ бергенін және өміріне зиян тимейтіндей, яғни бөксе сан тұсынан тепкенін айтты. Ал одан бөлек Нүкенова өзі әжетханада және VIP кабинада бетімен жерге бірнеше мәрте құлады дейді. Сотта мейрамхана камерасындағы бейне жазбалар көрсетілді. Видеода Бишімбаев пен Нүкенованың сөзге келген сәттері және Бишімбаевтың ұрған сәттері көрсетілді. Бұдан бөлек прокурор Нүкенованың телефондағы хаттарды және ескертпе бөлігіндегі мәтіндерді де оқыды. От 10 октября 2023 года заходим в фондах. Я уезжаю в Павлодар насовсем. Эти дни я поняла, что больше чувств нет. Сохранять мне ничего не хочется, а значит не можется. Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте. Ты настолько слеп, что я больше не могу это выносить. Прости меня, забудь и отпусти. Для себя я сделала жирную точку. Я буду с родителями. Они за мной присмотрят. Ал енді апта ішіндегі жаңалықтар легіне қысқаша шолу жасап өтейік. Мамыр айынан бастап жаңа ипотека бағдарламасы іске қосылады. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 300 миллиард теңге жұмсалады. Ал халықтың әлеуметтік осал топтары үшін ставка 7%-дан аспайды. Операторы Отбасы банк. Бұл туралы толық ақпаратты өнеркәсіп министрлігі 1 мамыр күні жариялайды. Бұдан бұлай жұмыс берушілер жұмысқа қабылдау кезінде әскери тіркеу құжаты, яғни әскери билет немесе тіркеу куәлігін талап етпейді. Себебі жұмыс беруші барлығы қажетті ақпаратты Қорғаныс министрлігінің ақпарат жүйесінен алынады. Қазақстан ақш-қа тікелей әуе рейстерін ашуға дайындалып жатыр. Яғни жақын арада ешбір елге тұрақтамай, тікелей Қазақстаннан Америкаға жетуге болады. Жыл басынан бері халық саны 41 мыңнан астам адамға артты. Қазіргі таңда халық саны шамамен 20 миллион 75 мың адам. Биыл жеңіс күніне орай әскери шеру өткізілмейді. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, мұндай шешім бюджет қаражатын үнемдеу мақсатында қабылданған. Бұрынғы премьер-министр жаңа қызметке тағайындалды. Әлихан Смайылов мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының төрағасы лауазымына тағайындалды. Мемлекет қызметкерлердің жалақысына 1 триллион теңге жұмсалады екен. Ал мемлекеттік мекемелердің коммуналдық қызметтер үшін шамамен 30 миллиард теңге жұмсалады, дейді қаржы министрі. Назарларыңызға рахмет. Осымен апта легі тәмам. QR News әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге тіркеліп қысқа нұсқа әрі сізге қажетті ақпаратты алыңыз. Келесі жүздескенше сау болыңыз.